Бәріңе сәлем, жақында рынокта майнингті өлтіретін видеокарта шықты, немесе бәрі солай ойлады. В общем, бұл жаңа RTX 3050 8 ГБ памятпен, және мощность жағынан ескі 1660 супермен бірдей. Бірақ мына версиядағы видеокарта DLSS пен RTX лучтар бар. Яғни RTX 3050 халыққа арналған бюджетный видеокарта болуы керек. Сол себептен бүгінгі видеода мен осы видеокартаға сәйкес ПК-ны құрастыратын боламын. Видео басталмастан бұрын лайк басып қойыңдар, себебі уәде беремін, видео қызық болады. Ал біз видеоға кеттік, короче. YouTube'да менің каналымдағы сообщество деген разделге кіретін болсаңдар, сол жерде RTX 3050 шығуға бір күн қалғанда, яғни 26-сы мен YouTube'дағы обзорларды көріп алып, видеокартаны топовый деп ойладым. Бірақ видеокарта мощность жағынан оған AMD-дан вообще конкурент жоқ, және бағасы басқа елдерде 100 мың, 110 мыңнан болған. Ал Қазақстанға келіп түсінікті ол қымбаттайтыны, бірақ менде ол 200 мыңнан аспайды деген ой болды. Ал қазір магазинді қарасаңдар, RTX 3050 әлі жоқ. Болғаның өзінде мен екі каталогтан гигабайт RTX 3050-ді 250 мыңға көрдім, басқалары болмады. Бұл менің ойымша негізінен перекуптардың кесірі деп ойлаймын. Олар ғана көбінесе магазинде видеокарта шықпай жатып сатып алады. Содан бізге видеокарта қалмайды. Сол үшін кейінірек мен келесі айдың соңында RTX 3050 еркін сатылымда болады деп ойладым. Себебі осы вариант қана логично. Және барынша шығып болғаннан кейін видеокарта майнингқа невыгодно болғандықтан бағасы арзандап 150-160 мыңға дейін жетеді. Сондықтан да қазірден бастап смело осы видеокарта мен компьютерлер құрастыра берсек болады. Ең бірінші процессордан бастайық, және осы жылда 3 жыл бойы өз орнын бермей келе жатқан бюджетный сборкалардың королі біздің народный i5 10400F. Неге десеңдер, мен магазиннен 70 мың мен 80 мың аралығында бұдан жақсы процессорды таппадым. Қалғандары AMD-ның Ryzen 5 1200 деген сияқты мусорлары, себебі олар 70 мыңға вообще не стоит. Мен оны 2020-да 25 мың теңгеге көргемін, және комментарияға майнинг кінәлі деп жазбай қойыңдар. Майнерлерге вообще процессорлар керек емес. Ал i5 10400F-ті айтсам, процессор ойындарға, оңай монтаж жұмыстарға келеді. Ал 3D жұмыстарға келе ма? Мүмкін жоқ, себебі ол процессор негізінен ойындарға шығарылған. Тактовый частотасы өте аз, ал 3D программаларға AMD алған дұрыс. Общий процессордың характеристикасы сокеті LG1200, яғни минустары материнский платалар қымбат болады деген сөз. Ал процессорлар осы сокетте өте жақсы болады. Мысалы, сол баяғы i3 10400F. Ал i5 10400F-те ойындарды сұрайтын болсаңдар, 6 ядер 12 поточный процессормен сендер 4К проекттегі ойындардың өзін қиналмай ойнай аласыңдар. Енді бұл бюджетный процессор екенін еске түсіретін болсақ, вообще имба. Тактовый частотасы 2,9 ГГц, микроархитектурасы Comet Lake, яғни пока что сендер 3D программаларды барлық мощностьта қолдана алмасаңдар да, обычный монтаждарды жақсы көтереді. Егер де 4К 2К видеоларды айтсаңдар, бұнымен видеокарта айналысады. Сонда да ертерек айтып қояйын, RTX 3050 мен i5 10400F жақсы сәйкес келеді. Процессордың комплектациясы OEM, себебі саған точно комплектпен кулер керек емес. Ито бокс деген ойымнан 7 мың теңгеге қымбат, яғни OEM алсаң 69 мың теңге болады, ал бокс дегені 76 мың теңге. Сол үшін осыны аламыз. Келесі процессорға келетін материнский платаны алу үшін сокетке қарау керек. Ал біздің i5 10400F-тің сокеті LG1200 болғандықтан материнская плата MSI B560M-A Pro-ны алуға болады. Бұл материнский платаның производителері MSI болғаны вроде ештеңе білдірмеуі мүмкін, бірақ MSI-дің материнский платасында кейбір пиндердің жетіспеуі деген сияқты көп проблемалар болмайды. Ал B460 деген чипсет материнский платаны игровой компьютерге қоюға болады деген сөз. Материнский платада оперативкаға арналған 2 слот бар, және каждый 64 гигабайтқа дейін 2133-тен 3200 МГц-ке дейін көтереді. Сонымен қатар 2 слотты материнский платада мен алдыңғы видеомда айтқанымдай оперативный память жақсы жұмыс істейді. Және PCI слоттың үстінде өздерің байқағандай радиатор тұр, ал радиатордың астында SSD-ге M2 слот бар. Бұл слотқа қазіргі кезде ең жылдам NVMe SSD-ні салуға болады. Сосын полный материнский платаның форм-факторы дефолтный micro ATX. Ойынға осыдан жақсы аналық тақтайшаны таппайсың. Келесі бізде таңдауда жедел жад, орысшасы оперативный память. Бірақ сендер орысша түсінбеулерің мүмкін. Қысқасы оперативный памятьті таңдау қиын болмас, себебі біздің процессорге максимум керекті частота 2666 МГц, яғни арзандарын таба аласың. Бірақ мен ешкімді ренжітпеу үшін арзанға 3200 МГц-тік оперативканы таптым. Бұл G-Skill Aegis 88-ден 16 ГБ 3200 МГц. Памяттің типі тағы дефолт бюджетный сборкаларда қолданатын DDR4. Памяттің объемы 2,8 ГБ плашкадан общий 16 ГБ. Бұл әлемдік компьютер құрастырғанда қолданылатын стандарт болғандықтан ештеңе дей алмаймын. Тек бір ғана зат айта аламын. Бұл память ойынға да монтажға да жақсы келеді, және екі канальный режимде өте жақсы жұмыс істейді. Содан кейін мысалы бір ыңғайлығы, егер де оперативный памятьті сатып алатын болсаңдар, тупо бір штук деп заказ бересіңдер. Бір упаковкада 2 плашка келеді. Бұл мысалы компьютер туралы аз білетін адамға ыңғайлы. 32 мың теңгеге жақсы оперативный память деп ойлаймын. Ал озудың частотасы 3200 МГц, яғни разгон жасамаса да оперативный память жақсы жұмыс істеп тұрады. Бірақ, конечно, егер де сендер i5 10400F-ті алуды пландап отырсаңдар, оперативный память тек 2666 МГц частотада ғана жұмыс істейді.
одан артық емес. Бірақ 2666 МГц оперативкалар тура сондай бағада немесе тіпті қымбат болғандықтан артық частота бізге мешать етпейді. Сонымен қоса мелочь болса да жақсы нюансы оның таймингі аз. Ал толығырақ CL16, 18, 18, 38. Так что смело аламыз. Енді біз SSD мен жесткий диск алайық. Бұл жерде саған өміріңдегі бір қиын маңызды таңдауды жасау керек. 500 ГБ SSD ма, немесе 240 ГБ SSD, немесе 1 ТБ жесткий диск па? Егер де 500 ГБ SSD таңдасаң, красава, бірақ ренжіме, қаншалықты көп, соншалықты жақсы. Сол үшін мен 240 ГБ SSD мен 1 ТБ жесткий дискті таңдар едім. Өйткені саған жесткий дисктағы память файлдар мен жасыл түсті ойындарға керек. Қысқасы бұны YouTube'да айтуға қорқамын, өйткені монетизация керек. Бірақ YouTube қазақша түсінбегендіктен, былайша айтқанда жесткий диск саған қарақшыларға арналған ойындарға керек. В общем, сендер түсіндіңдер. Ал 240 ГБ SSD-ге Windows пен программаларды салып жіберсең болады. Енді SSD-нің қандай түрін таңдадың десең, біздің материнский платада M2 SSD салатын слот болғандықтан пайдаланып 256 ГБ-тық Apacer-дің SSD-сін аламыз. Өйткені бұның жылдамдығы қатты көп болғаны, тіпті компьютер 5 секундта қосылады. Сол үшін сатып аламыз. Ал жесткий дискқа дефолтный секундына 7200 обороттық VW-дің 1 ТБ-тық түрін аламыз. Менің ойымша фотоларға, видеоларға және жасыл ойындарға осы память қиналмай жетеді. Болды, барлық маңызды бөлшектерді таңдап болған соң видеокартаға байланысты бөлшекті таңдайық. Бұл, конечно, блок питания. Ал блок питанияны таңдау үшін RTX 3050-дің характеристикасын қараймыз. Бұл жерде 450 Вт жетеді деп тұр. Яғни біз көбірек аламыз. Мысалы 600 Вт. Естеріңде болсын, блок питания аларда запасымен алыңдар. Сол кезде болашақта видеокарта ауыстырғанда проблемалар болмайды. Енді блок питания бізде Cougar деп ойласаң, красава, сен таппадың. Осы жолы мен сендерге Cougar-ға кеңес беріп шаршап кеткендіктен кішкене басқаша болсын деп 600 Вт-тық Cooler Master MVA2V-ны таңдадым. Сертификаты 80+ стандарт, бірақ барлық адамдардың отзывтары бойынша бұл өте надежный блок питания. Және кабельдардың оплеткалары жоқ, бірақ сонда да Deshman BP-лар сияқты сары кабельдар емес, әдемі қара кабельдар тұр. Келесі бізде таңдау керек бөлшек Cooler, және бұл компьютердің бөлшектерінің ішіндегі ең арзаны. Ал біздің процессорымыз зайымды болмағандықтан, конечно, біз қатты мықты куллерді алмай қойсақ та болады. Бірақ сонда да мен сендерге качественный PC куллердің куллерлерін таңдаймын деп шештім. Өйткені бұл куллердің плюсы өте качественный материал және охлаждениесі 160 Вт. Яғни біздің процессорды жақсы салқындатып тұр деген сөз. Ал оған себеп процессордың TDP-сы 65 Вт қана болуы. Яғни бізден сұрайтыны тек қана осы 65 Вт-тан жоғары куллерлер. Ал мен 165 Вт таңдағаным процессорды 2,5 есе жақсы салқындатып тұру үшін болған. Бұнымен куллердің жақсы жерлері бітпейді. Тағы да куллердің шумы максимум 26,5 децибел. Бұл куллердің тыныш болатынын білдіреді. Мысалы, бұл дыбысты стенадағы сағаттың даусымен салыстыруға болады. Бірақ шум дегеніміз әркімге субъективный мнение. Кейбіреуіне 30 децибелдің өзі де қатты, ал кейбіреуіне 50 децибел де өте тыныш. Сондықтан да 26,5 децибел аз ба көп па, оны өздерің шешесіңдер. Ендігі жолы корпусты скип жасап, видеокарта туралы айтып кетуді ұсынамын. Себебі корпус деген әркімнің өзінің таңдауы, тек бірер затты ұмытпау керек. Біріншіден, ауа кіретін тесіктері көп болу керек. Екіншіден, корпустың размерін видеокарта мен куллермен қарап таңдау керек. Ол точно корпустың, куллердің және видеокартаның характеристикасында жазылып тұрады, шатаспайсыңдар. Енді видеокартаны айтсақ, RTX 3050 27 қаңтарда шығу керек болатын. Бірақ ол шыққан күні ешқандай магазинде бұл видеокарта болмады. Мүмкін менің ойымша оны сол күні перекуптар сатып алды да OLX-тан көп ақша табамын деп ойлады. Бірақ ол жоспарлары іске аспайды. Ол үшін сендер жай ғана видеокартаны ешқай жерден 200 мыңнан қымбат бағада сатып алмаңдар. Перекуптарды өкіндірейік, өйткені майнерлер ғана емес, солардың да кесірлерінен біз осы кезге дейін орташа бағада видеокарталарды көрмедік. Ал RTX 3050 жайлы уайымдамаңдар. Алдағы уақытта Nvidia-ның айтуы бойынша олар көп шығарылатын болады. Сол кезде біз ол видеокартаны ұсынылған бағада жаңа түрін алатын боламыз. Ал видеокартаның параметрлерін айтсақ, RTX 3050 мощность жағынан GTX 1660 Super немесе Ti мен бірдей. Видеокартаның характеристикасын толық айтсақ, ода 2560 CUDA ядер бар, және 80 тензорный ядер мен 20 RT ядер. Сонымен қатар айтып кететін жағдай, видеокартаның памяті DDR6, объемы 8 ГБ. Памяттің частотасы 14 Гц, шинасы 128 бит. Осымен бүгінгі видеоға вывод жасайтын болсақ, егер де 3050 мен компьютер құрастырсақ, максимум 400 мың теңге болады екен. Яғни бізге 2020 жылдағыдай бағаға жақындауға аз қалды деген сөз. Сондықтан сәл күтіңдер. Бюджетный компьютерлерге менің ойымша дефицит бітеді. Осымен видео аяқталған жоқ. Қазір мен қоштасқаннан кейін ойындарға тесттер болады. Видеоны лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер. Давайте, короче.